Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыс жайлы болады. Екінші дүниежүзілік соғыс дүние жүзіне үстемдік жасау үшін Германия, Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс. 1933 жылы фашистік диктатура орнағаннан кейін Германия дүние жүзіне үстемдік жүргізу жоспарын жүзеге асыруға кірісті. Оны Италия және Жапония үкіметтері қолдады. Енді соғыс алдындағы келіссөздер мен фактілерге көз жүгіртсек, 1936 жылы Германия мен Жапония антикоминтерндік пактіге қол қойды. 1937 жылы оған Италия қосылды. Жапония 1931 жылы Қытайда, Италия 35-36 жылы Эфиопияда, Германия мен Италия 36-39 жылдары Испанияда басқыншылық соғыстар жүргізді. Біз осы фактілердің нәтижесінде осы үш мемлекет екінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін агрессор болғанын байқауға болады. 1938 жылы Мюнхен келісіміне сәйкес, енді Мюнхен келісімі жайлы тоқтала кетсек, 1938 жылы 29 қыркүйекте Мюнхен қаласында Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия, суретте көріп тұрсыздар, сол үкімет басшылары кездесіп, Чехословакияның Судет облысын немістерге беру, Германия көршілеріне басқа жер талап етпеуге келісім жасасты. Осы Мюнхен келісімінің нәтижесінде Чехословакияның Судет облысы Германияның құрамына қосылды. Келесі сол жылдың сәуір айында Италия Албанияны басып алды. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына санаулы айлар қалған болатын. Еуропада өз мүдделерін қорғау үшін Ұлыбритания мен Франция үкіметтері Польша, Румыния, Грекия, Түркия елдерін қорғауға міндеттеме алды. Сондай-ақ КСРО мен ұжымдық қауіпсіздік жөнінде келіссөз жүргізілді. Кеңес үкіметін олардың кейбір талаптарымен келіспей, келіссөзді тоқтатты да, керісінше Германия мен өзара шабуыл жасаспау пактісіне қол қойылды. Бұл пакт тарихта Молотов-Риббентроп пакті деп қалған болатын. Осы Молотов-Риббентроп келісімі Молотов КСРО-ның, Риббентроп Германияның сыртқы істер министрлері болған болатын. Бойынша екі мемлекет жасырын түрде Шығыс Еуропадағы өздерінің ықпал ету аймақтарын бөлісіп алды. Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия және Польшаның шығыс бөлігі Кеңес одағына, ал қалған бөліктері түгелімен Германияға тиесілі болды. Енді суретке назар аударатын болсақ, очкиде отырған кісі КСРО-ның сыртқы істер министрі Риббентроп осы пактіге қол қоюдың барысында. Енді соғыстың бірінші кезеңіне келетін болсақ, 1939 жылы 1 қыркүйек пен 1941 жылы 22 маусым екінші дүниежүзілік соғыстың бірінші кезеңі болып табылады. КСРО мен келісім келгеннен кейін 1 қыркүйекте Германия Польшаға шабуыл жасайды, ал 3 қыркүйекте Ұлыбритания мен Франция Германияға соғыс жариялайды. Поляк армиясы 20 күнде Варшаваны ерлікпен қорғағанымен соңында еріксіз берілді. 17 қыркүйекте Қызыл армия Молотов-Риббентроп келісімі бойынша Польшаның шекарасынан өтіп, батыс Украина мен батыс Беларусьтен өзіне қосып алды. Ал қыркүйек қазан айларында Эстония, Латвия, Литва үкіметтері өзара көмек шарттарын жасасып, әскер кіргізді. Суретке назар аударатын болсақ, Польшаның шығыс территориясы КСРО-ның аумағында, ал батыс территориясы Үшінші рейхтің аумағына кірген болатын. Молотов-Риббентроп пактісі бойынша Польшаның жерін Еуропадағы ең үлкен, ең мықты екі мемлекет осылай Польшаны екіге бөліп алады. Осыдан кейін кеңес үкіметі Финляндиядан Ленинград қаласының қауіпсіздігі үшін шекараны ел ішіне қарай жылжытуды талап етті. Осы соғыс тарихта кеңес пен Финляндияның арасындағы соғыс болып қалады. Осы талапты күшпен орындатқызу мақсатымен 1939-дың аяғы мен 40 жылдардың бас кезінде кеңес-фин соғысы басталып, шекара солтүстік батысқа қарай жылжытады. Финляндия мен 3 айға созылған соғыс кеңес армиясының әлсіз екенін көрсетті және КСРО-ның беделін үлкен нұқсан келтірді. 1940 жылдың 28 маусымында Румыния, Бессарабия мен солтүстік Буковинаны кеңес одағына беруге мәжбүр болды. Көрдіңіздер ме? Кеңес үкіметі 2-ші дүниежүзілік соғысқа 41 жылдың 22 маусымда кірген жоқ, 39 жылдан бастап өзі Финляндияның жерін және де Польшаның шығыс жерін басып алған болатын.
ұлыбритания мен франция үкіметтері германияға соғыс жариялағанымен 9 ай бойы ешқандай ұрыс қимылдарын жүргізген жоқ. Бұл кезең тарихта странная война деп қалған болатын. Осыны пайдаланған Германия Ұлыбритания теңіз флотына соққы берді және батыс Еуропаны жаулап алуға кірісті. 1940 жылдары мамыр айларында Норвегия мен Данияны жаулап алды. 10 мамырда Бельгия, Нидерланды, Люксембург әрі қарай Францияға басып кірді. Осы кезде немістер соғыста жаңа тактика қолданған болатын. Әскери блицкриг деп аталды ол тактика. Танковый армияның ударлары нәтижесінде Францияны 2 айда тізе бүктірді. Енді келесі жолы Францияны қалай жаулаған көретін болсақ, мына жақта суретте Францияның оңтүстік бөлігі, мына free zone деп тұр, ағылшын тіліне аударғанда свободная зона. Ал солтүстіктегі Францияның бөлігі немістердің оккупацияланған жері болып табылады. Петен бастаған француз үкіметі қарсыласудан бас тартып 22 маусым күні берілді. Оңтүстік Францияда Петеннің қуыршақ үкіметі құрылып, елдің қалған бөлігіне герман билігі орнады. Шарль де Голль бастаған француз патриоттары Ұлыбританияға келіп күресті жалғастырды. Маусым айында Италия үкіметі де Франция мен Ұлыбританияға соғыс жариялады. Енді гитлершілдер ағылшын қалаларını аяусыз бомбалауға кірісті. Бірақ Гитлер Ұлыбританияға басып көруден бас тартып, Кеңес одағымен соғысқа мұқият дайындала бастады. Келесі екінші дүниежүзілік соғыстың шайқастарының бірі Атлантика үшін шайқас. ақш Атлант төңірегіндегі флотының бір бөлігін Тынық мұхитына көшірді де 1942 жылдың бірінші жартысында Жапон флотына бірінші соққы беріп, қорғанысқа көшуге мәжбүр болды. Басып алынған жерлерде жапондарға қарсы азаттық қозғалысы күшейді. Америка және ағылшын флоттары Германияның сүңгуір қайықтарына тойтарыс беріп, 1942 жылы жазда оларды Атлант мұхиттарына ығыстыра бастады. Енді соғыстың үшінші кезеңіне келетін болсақ, үшінші кезеңі 1942 жылдың 19 қараша мен 1943 жылдың желтоқсанында. Бұл кезде Германияның қарулы күштерінің 71% Кеңес Герман майданында болды. Қызыл армия Сталинград түбінде жеңіске жетті. Африкада Францияның және ағылшын әскері соғысып жатқан болатын. Енді соғыстың бетбұрыс кезеңіне келетін болсақ, 1943 жылы жазда әйгілі Курск шайқасында жеңіске жеткен Қызыл армия бөлімдері жаппай шабуылға шығып, Украина, Белоруссияны азат етуге кірісті. Бұл операция тарихта Багратион операциясы деп есте қалған болатын. Одақтастардың шабуылы мен антифашистік қозғалыстың күшеюі нәтижесінде шілденің аяғында Италияда Муссолини үкіметі құлап, Бадалия бастаған жаңа үкімет 3 қыркүйекте ақш пен Ұлыбританиямен уақытша бітім жасасты. 43 жылдан бастап Муссолини басталған Италия екінші дүниежүзілік соғыстан жеңіліп, соғыстан шықты. Алайда гитлершілдер қосымша күш жіберіп, Италия армиясын қарусыздандырып, елді толығымен басып алды. Енді 1943 жылы Тегеран конференциясында КСРО-ның басшысы Сталин, Америка Құрама Штаттарының президенті Рузвельт және де Ұлыбританияның премьер-министрі Черчилль кездесіп, екінші майдан ашу жайлы сөйлескен болатын. 1944 жылы қысқы және көктем шабуыл нәтижесінде Қызыл армия Румыния жеріне өтті. Жазғы және күзгі шабуылдардан кейін 19 қыркүйекте Финляндия Мәскеуде уақытша бітім жасасты. Кеңес армиясы Польша мен Шығыс Пруссияға келіп кірді. 1944 жылы 6 маусымда Нормандияда екінші майдан ашты. Одақтастар армиясы француз партизандарының көмегімен Германия әскерін Франциядан ығыстырып шығарды. 1944 жылы Қызыл армия Балтық бойын Румынияны азат етіп, Болгария шекарасына келіп жетті. Екінші дүниежүзілік соғыстың салдары. Соғысқа 61 мемлекет дүниежүзі халқының 80% қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынды. 50-55 миллион адам қазаға ұшырап, $4 триллион көлемінде шығын шықты. Соғыстың аяғында фашизм толық күйреп, Батыс Еуропа елдерінде демократияның орнауына жол ашылды. Фашизмді талқандауда шешуші рөлді КСРО құрамындағы халықтар атқарды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.